Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бұл арнада өміріңізге қажетті түрлі ақпараттармен бөлісетін боламын. Сол себепті міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Бүгін сіздерге 910 форманы жаңа кабинетте қалай тапсырамыз, соны көрсетемін. Ең алдымен ECP арқылы өзіміздің жеке кабинетімізге кіреміз. Содан кейін подать документ деген кнопканы басып, сол жерден 910 форманы таңдап аламыз. Біз форманы 2026 жылдың бірінші жарты жылдығына тапсырамыз. Яғни 2026 жылдың 1 шілдесінен 15 тамызға дейінгі аралықта осы есептілікті тапсырып үлгеруіміз керек. Ашылғаннан кейін біз есептіліктің түрін таңдаймыз. Яғни кезекті, егер де сіз әрбір жарты жылдық сайын тапсыратын болсаңыз, онда кезекті болады. Астыңғы жерде бухгалтерлік есептілікті жүргізеді немесе жүргізбейді деген жерге ИП бойынша мен жүргізбейді деп жауап бердім. Және де резидент, Қазақстан Республикасының резиденті дегенді таңдадым. Одан кейін астында өзіміздің, яғни қызмет түрімізді жазамыз, кодын жазамыз, АКЭТ-тің. Сол кезде жадындағы жазуы автоматты түрде шығады. Бізде тек қана бір АКЭТ түрі бар. Егер сізде бірнеше болса, астындағыларын толтырып шығасыз. Және де одан кейін бин аппараты ол жерге өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша, мысалға мен Көкбай ауданы деп таңдадым. Сол кезде жанынан коды өзі автоматты түрде шықты. Бұл ИП бойынша бізде табыс жоқ. Сол себепті салық есептілігінің қосымшасын және де салықтар бойынша бөлімді толтырмаймын. Келесі бөлімге өтемін. Бұл жерде ИП бойынша минималды көрсеткіш 85 мыңды толтырамын. Сол кезде астында 4250 теңге әлеуметтік шегерімдер өзі автоматты түрде шығады. Одан кейін 85 мың теңге сіздің жұмысшыңыз бар болсын, жоқ болсын, 7-ші жылда толтырасыз. Ол жерге 85 мыңды қойғаннан кейін астындағы пенсия бойынша, зейнетақы бойынша аударымдар өзі автоматты түрде саналып шығады, яғни 10%. Одан кейінгі 9-шы жолда толтыру міндетті емес. Бізде 10-шы жол автоматты түрде ай сайын минималды сумадан 5950 теңге өзі есептеліп тұр. Мен барлық айға төлемедім. Тек қана 6-шы айға төлегендіктен барлық көрсеткіштерді 6-шы ай бойынша ғана толтырып жатырмын. Яғни 5950 теңгені 6-шы айға қалдырдым. Басқа айларға 0 теңге деп қойып шықтым. Басынан бастап бір тексеріп өтеміз. Барлық белгіленген жерлер толтырылғаннан кейін енді біз келесі бөлімге өтеміз. Кей жағдайда бізде 9-шы жол, яғни толтыруға міндетті деп тұрады. Егер де өткізбей тұратын болса, ол жерге де 0 деген санды қойып, ары қарай өте берсеңіздер болады. Бұл жер, егер де сізде жұмысшылар болатын болса, толтыруға міндетті. Менің жағдайымда жұмысшы жоқ болғандықтан мен 0 санын қойып ары қарай кетемін. 4-ші бөлім бізде ол біздің осы есептілікті толтыру барысындағы жауапкершілігіміз туралы жерге галочка қою, және де өзіміздің ИП-на по месту нахождения және по месту жительства кодын жазамыз да, ары қарай ECP-міз бойынша қолымызды қойып жібереміз. Жаңаға тексеріс жасаған кезде осы жерде бір жер белгіленбей қалыпты, соған нұсқаулық беріп тұр. Қайтадан қайтып келіп ол жерді белгілейміз де, ары қарай 4-ші бөлімге өтіп, проверить ошибки деп қайтадан тексереміз. Қателік жоқ, енді отчетымызды формировать етеміз. Сформировать деген кнопканы басып, біраз уақыт күтеміз. Бізде осындай шығады. Подписать и отправить деп басамыз. Яғни өзіміздің жеке ECP-міз арқылы толтырылған есептілігімізге қол қоямыз. Келесі бетке өтеміз. Мои документы деп басамыз. Осы жерде біздің есептілігіміз әлі не обработан деп тұр, яғни сүзбеден өткен жоқ. Үстідегі обновить деген кнопканы басып, қайтадан басқан кезде есептілігіміз
өткізілді, яғни жасыл жазумен принят деп тұр. Егер сіздерге жаңағы тапсырылған есептіліктің уведомлениясы керек болатын болса, сол принят деген жасыл жазуды басасыздар да ашылған жерден электронный уведомление дегенді PDF форматта көшіріп аласыздар. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.